Жылына 1,5 миллион тонна жоғары октанды бензин Атырау мұнай өңдеу зауыты қайта жарақтандырудан өткен соң осыншама өнім береді. Сондай-ақ елімізде жүзеге асырылып жатқан үдемел индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша зауыт базасында хош иісті көмірсутектер шығаратын кешен құрылысы қолға алынуда. Жалпы құны 2 миллиард 900 миллион ақш долларын құрайтын бұл екі жобаны Бәйтерек холдингі қаржыландыруда. Оның 45%-ы Қазақстан даму банкінен жеңілдікпен алынған несие. Атырау мұнай өңдеу зауытының базасында бой көтеріп келе жатқан жаңа кешен бензол, параксилол секілді хош иісті көмірсутектер шығаруға арналған. Жоба құны 1 миллиард ақш долларынан асады. Мемлекеттік үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша жүзеге асырылып жатқан жобаға Қазақстан даму банкі 13 жылға займ беріп отыр. Бұл кешеннің іске қосылғаннан кейін біздің елімізге қосымша жоғары октандық бензин сапасы К3-ға сәйкес болады, және де яғни нефтехимия өндіріске бензол мен параксилол қосымша шығатын болады. Және қосымша 270 жаңа жұмыс орындары ашылады. Жоба толық қуатына мінгенде зауыт жылына 133 мың тонна бензол мен 496 мың тонна параксилол шығарады. Бұл хош иісті көмірсутектер мұнай химиясы кешенінің негізгі шикізаты. Сондай-ақ Атырау мұнай өңдеу зауытында тағы бір жоба мұнайды терең өңдеу қондырғысының құрылысы басталды. Жалпы құны 1 миллиард 800 миллион ақш доллары болатын бұл жобаны іске асыруға Қазақстан даму банкі Бәйтерек холдингі арқылы 252 миллион доллар займ берген. Сол жобаны 2010 жылында модернизациядан өтіп, жоба толық бітетін болады. Соның нәтижесінде Атырау мұнай өңдейтін зауыты бензиннің жоқ сапасы жоғары маркаларды шығаратын болады. 2010 жылына осы жобаның арқасында және басқа да мұнай өңдейтін зауыттардың модернизациядан өткеннен кейін біздің республикамыз толық осы бензині сапасы жоғары маркалармен өз-өзімізді қамтитын боламыз. Мұнайды терең өңдеу жобасы аяқталған соң Атырау мұнай өңдеу зауытында өнім көлемі қазіргіден 2-2,5 есеге артады. Және бұл өнімдердің барлығы халықаралық стандарттарға негізделген жоғары октанды бензин болады. Осылайша Қазақстан 2016 жылдан кейін елімізде жанар жағармайға деген экспорттан тәуелділіктен құтылады. Және еліміздің батыс өңірі Евро 5 стандарты өніммен қамтылады. Осы кезде Шымкент, Павлодар зауыттары қайта жарақтандырылып, Қазақстан үшін жанар жағармай мәселесі күн тәртібінен түседі дейді мамандар. Арыстанбек Кенже, Виктор Сутягин, Тимурлан Сұлтанғазиев, Амантай Матенов, Атырау облысынан.